Қан қысымы төмендеп барады. Жүрек соғысы өте әлсіз. Электрошок. Әсер етпейді. Тағы да. Dərgər, ölüp baram. Kömök beriңиздер. Неге мені қинап қойдыңдар? Жанар, қайдасың сен? Жанар! Жанар, алып кетші мені мына тозақтан. Есірткіге тәуелді боп қалғам. Тез арада кешенді емдеуге кірісуіміз қажет. Я, кірісеміз. Ей, мынау қойды да. Бұсау, жүр деймін саған. Жүрсеңші. Ай. Мұрат, балам, бері кел. Не ата? Я? Балам, бұл өмір күрес. Бірде жеңесің, бірде жеңілесің. Ең бастысы арманың, мұратың асыл болсын. Мен сенің атыңды сол үшін Мұрат деп қойдым ғой. Асыл мұратың үшін болған күресте сен жеңілсең де жеңімпазсың. Әне анау құмырсқаларды көрдің бе? Я, көрдім. Олар ортақ іске жұмылып, илеуіне қорек тасып, бәрі бірде еңбек етіп жүр. Анау қарлығаштарға қараш. Ұя соғып, балапан шығарып, соларды ұядан ұшыруға барын салып әрекет етіп жүр. Бір сөзбен айтқанда, айналадағылардың бәрі өз мұраттары үшін күресуде, еңбек етуде. Ал менің мұратым қандай болады ата? Сен білімді, иманды болып өсіп, өз еліңе, жеріңе, отбасыңа пайда келер азамат болуың керек. Мұраттың, арманның ішіндегі ең асылы осы. Жүрек соғысы әлсіз. Қан қысымы қандай? Қан қысымы өте төмен. Тез дәрі дайындаңыз. Тамырдан жібереміз. Ал балалар, бүгінге сабақ бітті. Бірақ сендер ең маңызды мәселені естен шығармаңдар. Алда ұлттық бірыңғай тест келе жатыр. Соған дайындалыңдар. Жанар, сен қай мамандықты таңдадың? Мен дәрігер болам. Кенже, сен ше? Мені білесің ғой, Мұрат. Чемпион болғым келеді. Қазақстанның туын әлемдік ареналарда желбіретсем деймін. Саған жақсы, спортшы болсаң, тестке дайындалып бас ауыртпайтын шығарсың. Жоқ, Мұрат, мен сенімен келіспеймін. Менің бапкерім Жансейіт ағай спортта да көп білім керек. Білімсіз үлкен жеңістерге жете алмайсың дейді. Ал мен инженер құрылысшы болам. Талай зәулім үйлерді салам. Әлі менімен мақтанатын боласыңдар. Оны көрерміз. Бірақ ол үшін сабақ оқып сынаққа жақсылап дайындалу қажет балалар. Әрине дайындаламыз. Түстен кейін кітапханада кездесейік. Көріскенше. Көріскенше.
Жанар, сәлем. Мен оқуға түстім. Айттым емес пе, менімен әлі мақтанатын боласың деп. Өзің қалай? Сен де оқуға түстің бе? Тамаша, құттықтаймын. Сен Астанадан қашан келесің? Жарайды, күтем, Жанар. Өте шулы жер екен. Мұндай жерге бұрын келмегендіктен. Жә, Мұрат, сен қателесесің. Біз жаспыз, жас кезімізде өмірдің қызығын көріп, жанып қалуымыз керек. Солай емес пе? Музыка жанға жағып барады. Көрдің бе? Біздің ойымыз бір жерден шықты. Ал сен не? Басқа планетадан келдің бе? Мұрат, кешір. Дошлатып айтады дейді. Кейде мен саған қарап аяймын. Өзіңмен өзің жүргенің сол, бар қызықтан құр қалып. Қане, жігіттер, ауын тақты шығарыңдар. Жоқ, маған қажет емес. Мұрат, не болған саған? Кішкентай бала сияқты. Ал, ешкім ештеңеңді алып қалмайды. Алсаңшы. Алсаңшы енді. Алсаңшы енді. Ал жігіттер, енді демалайық. Енді диджей Амантайды тыңдайық. Давай, диджей, давай, Амантай. Енді спорт жаңалықтарына өтейік. Бүгінде Сеулде өтіп жатқан бокстан Азия біріншілігінде Қазақстан спортшылары жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді. Жаңа ғана келіп түскен ақпарат бойынша, соңғы, яғни 4-ші алтын медальды жас спортшы Аманбаев Кенже қанжығасына байлады. Бұл Кенже ғой. Кенже. Бұл менің жан досым. Орныңыздан қозғалмаңыз. Сізге қимылдамай жату керек. Жанарды сағындым. Оның келетін күнін санап, уақытымды өткізудемін. Жанар өте жақсы қыз. Ана Мұрат қайда жүр екен? Ол оқымысты отырған шығар скверде анау спортсмен досымен. Жалпы оның жағдайы қалай? Бәрі жақсы. Келесі аптада алғашқы емтихандарын тапсырады. Сосын каникулға келеді. Мен қуаныштымын. Сол качок маған тіптен ұнамайды. Сындырамыз оны да. Инеге тәуелдетіп қосып алмаймыз барамызға. Білесің бе? Кейінгі кезде мен Жанарды өте жиі ойлайтын болдым. Біздің торпеда болады. Қане, мына жаңа өлеңді тыңдап көрейік. Музыканың көкөсін қазір тыңдайсың. Мұратты тезірек тауып алып сонда барамыз. Қане, жігіттер. Бұл меніңше махаббат. Білем. Жанар да сені ұнатады. Оны да білем. Мұрат, қалайсың? Біз келдік. Тездетейік. Қазір. Кенже, жүрсейші бізбен бірге. Біраз көңіл көтеріп қайтайық. Жоқ, Мұрат, рахмет. Мен қазір жаттығуға баруым керек. Өзің білесің ғой, жақында жарыс басталады. Жарайды, өзің білесің. Мұрат, тоқтай тұр. Не болды? Мұрат, сен мен дұрыс түсін. Мен саған досың ретінде айтайын. Айта бер, Кенже. Біраз болды айта алмай жүргеніме. Сен соңғы кездері қатты өзгеріп барасың. Өмірге деген көзқарасың тіпті басқа. Мен білетін Мұрат қазір жоқ сияқты. Кенже, сен де айтады екенсің. Не болған саған? Мұрат, мен сенің мына жігіттермен бірге жүргеніңді қаламаймын. Мен олардың не істеп жүргенінен хабардармын. Бұл жақсылыққа апармайды. Нашақорлықтан жақсы болған адамды көрген жоқпын. Кенже, қой сен. Біздікі әншейін еркелік қой. Ертең ақ бәрін қоямыз. Мұрат, бауырым, болсаңшы енді. Жарайды, Кенже, сау бол.
маған қарызға ақша бере тұршы. Өткенде ғана алған едің ғой. Бәрін қосып қайтарам. Қазір бір жағдай болып қалды. Қанша? Қанша бере аласың? Жарай. Рахмет, қайтарам қарызыңды. Мұрат, келдің бе? Қалай, ақша таптың ба? Иә, міне. Мәне жарайсың. Мә, ала ғой. Жанар! Bana teslimler! Kurtarın! Kopun! Lan kopun! Мұрат, әкел қолыңды. Біз сені құтқарамыз. Қолыңды бер. Әкел қолыңды. Қолыңды бер. Ата, кешірші мені. Сенің сеніміңді ақтай алмадым. Өмірімнің жалғасы деуші едің. Сенің өміріңнің мағынасы мен едім. Мен кешірші. Жанар, махаббаттың не екенін мен енді түсіндім. Сенсіз маған мына өмір бос екен. Сенен де айырылдым. Кешір мені. Әлде маған бір мүмкіндік бересің бе? Мен түзелем. Мен адаммын ғой. Адамша өмір сүргім келеді. Кенже, сен менің жан досымсың ғой. Нашақорлықтан жақсы болған адамды көрген жоқпын. Мен олардың не істеп жүргенінен хабардармын. Бұл жақсылыққа апармайды. Неге келмей кеттің? Менің өмір сүргім келеді. Достарыңыздың жағдайы жаман емес. Келесі аптада ауруханадан шығарамыз. Бірақ сіздер бұл дертке қайта шалдықпауын қадағалауларыңыз керек. Яғни дос ретінде қасында болуларыңыз қажет. Рахмет, дәрігер. Сізге келіп тұр. Я, нағыз достарың біздер емеспіз бе? Ал сенің ана екі досың бұзақылықпен темір тордың ар жағына бірақ түсіпті. Мұрат, енді оларға жолама. Мен енді сені ешқайда жібермеймін, қасымда боласың. Дұрыс, Мұрат. Менімен бірге жаттығуға барасың. Солай емес пе, Жанар? Иә, енді біз бірге боламыз. Мені кешіргендерің үшін сендерге рахмет. Мен жаңа өмір бастаймын.